иә, мен естіген бір керемет әзіл екен, сіздер де көрген боларсыздар. Не дейді? Қазір дейді, шашы түсіп, таз болуға айналып қалған кісілер дейді, шаш күтімдеу, шаш өсіру өнімдерін сатып жатыр дейді. Ал семізірек денесі толық келген кісілер арықтату өнімін сатып жатыр дейді. Одан да күлкілісі дейді, халық соны көзімен көріп отырып, тағы да сеніп, сол заттарды алып жатыр дейді. Қарасаңыздар енді, бұл әзіл болсын, кино болсын, күлдіргі болсын, барлығы реал өмірден, шындықтан алынатын нәрселер. Ары қарай әзілменен әжуаланып жатады. Сонда қарап көрсеңіздер, шынында да бұл нәрселер бізде белең беріп жатыр. Иә, кешегі гобяу деп айттық қой, яғни мемлекеттік өлшемге жеткен заттар тұтыныңыздар, арзан болса да мемлекеттік өлшемге жеткен болу керек деп айттық. Арзан заттар аламыз деп мемлекеттік өлшемге толмай, зиянға ұшырап қалмаңыздар, ауру жұқтырып алмаңыздар деп айтып кеттік. Сол кескіннен кейін мінекей маған Дойын ұсыныпты осы мәліметті. Қарасам, сол кескіннен кейін мемлекеттік өлшем деген не, қандай заттар сол мемлекеттік өлшемге жеткен болады деген сияқты сол аясында көп зерттеу алып барған екенсіздер. Және достық шеңберлерге шығарып, сол кескінді және Гуанчжоуға пиңнон қойыпсыздар. Рахмет сіздерге. Бұл енді жақсы, халықтың арасында бір аңыз қозғапты, жақсы болған екен. Мүмкін болса тіпті де көп адамдардың білуіне мүмкіндіктер жасап, жалғап таратып, жолдап қойыңыздар. Одан кейін енді бүгін және тақырыпқа оралайық. Осы көзсіздікпенен дүниелерді алмаңыздар. Яғни жәнегі бізде бір мынандай бір кесел пайда болыпты. Яғни біреу бір зат алса, оның жағдайы менен жарғап тұрған жоқ, мен одан қай жерім кем, ол алған нәрсені мен де аламын деп көзсіздікпен бәсекелеседі екенбіз. Олай қылмаңыздар. Біреу керегіне жарату үшін, игілігіне жарату үшін алып жатқан шығар, мейлі арзан, мейлі қымбат болсын. Ал сіз оны және бәсекелесіп алсаңыз, ол бір қоқсық деген сөз. Әзір өзі әр қазақтың үйінен 2-3 тағыр қоқсық тауып алуға болады ғой. Яғни шынын айтқанда үйіңізде 2-3 жыл істетілген дүниелер бар. Мысал келтіре кетсек, бір аяқ киімдер болады ғой, жазда киемін, болмаса қыста кием, шөпке кием, малға кием деген сияқты. Ол киілмегелі неше жыл болған. Өзі сөйтіп дүниеңіз сыймай жатқан артық дүние жинап қайтесіз. Және бір жақсы сөз бар ғой, қоқсық жинай берсең, бір күн өзің қоқсыққа айналып кетесің дейді. Сондықтан ақшаны үнемдеп істетіңіздер, орнымен істетіңіздер. Жәнегі одан кейін зат алған кезде қараңыздар, тұтынушы жақ, жаңа сатушы жақ сізге өзі неше ай тұтынып көрген ба, өзі тұтынып көрген затын ұсынып жатыр ма, соған қараңыздар. Ал енді сатушы кісілерді және өзіңіз тұтынып көргеннен кейін сатыңыздар. Сонда ғана білесіз ғой, және арықтату өнімдері болса, сумен ішу керек па, чаймен ішу керек па, тамақтың алдында ма, артында ма деген сияқты барлығына қанық болғаннан кейін істетсеңіздер болады. Сондықтан керек емес болса, албат ақша істетпеңіздер. Әдетте бізге баладар хабарласып жатады, аға біз шетелде оқығымыз келеді, Малайзия барғымыз келеді деген сияқты айтады. Енді қарап көрсеңіз, мінекей ақша істететін жерлер көп қой. Енді онсыз да ақша істететін жерлерді баршылық. Сондықтан ақшаларыңызды үнемдеңіздер. Не дейді? Тарта жесең тай қалады, қоя жесең қой қалады дейді біздің халық. Иә, ақша істетпейтін жер болса, істетпеген ең жақсы. Ал істететін жер болса, ойланып істету керек. Иә, көпшілік. Ақшаларыңыз көп болсын, дендеріңіз сау болсын. Бар ғаламның жақсылығы сіздерге болсын. Аман болыңыздар.